1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. 1991 жылы тамыз бөлігі 19-21 тамыз аралығында Кеңес одағындағы ескі мемлекеттік билік пен қоғамдық қатынастарды сақтап қалу мақсатында Мәскеуде ұйымдастырылған төңкеріс болды. 1991 жылы 29 тамыз Семей полигоны жабылды. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров сол жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 8 желтоқсан Минскідегі Славян республикалар басшыларының кездесуі КСР-ны таратып, тәуелсіз мемлекеттер одағын құру туралы шешім қабылданды. 10 желтоқсанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы атауын өзгерту туралы заң қабылданды. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. Осы жылы 8 мамырда Қазақстан Республикасының дербес қарулы күштері құрылды. 29 қыркүйек 3 қазан аралығында дүниежүзілік Қазақтар құрылтайы Алматыда өткізілді. 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. Елбасының бастамасымен мамыр айында жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашақ бағдарламасын тағайындады. 1994 жылы 5 желтоқсанда Будапештте Ұлыбритания, Ресей, Америка құрама штаттары басшылары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы меморандумға қол қойды. Осы жылы наурызда Мәскеуде президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Евразиялық одақты құру жөнінде мәселе құрды. Осы жылы Қазақстан парламенті стратегиялық маңызды мұнай туралы заң жобасын қабылдады. 1995 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша ақыл-ойдың данышпаны, қазақ халқының дана ақыны Абай Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойы атап өтілді. 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан Халықтары Ассамблеясы құру туралы жарлығы шықты. 30 тамызда еліміздің ата заңы жаңа конституция қабылданды. 1996 жылы 9 желтоқсанда желтоқсан құрбаны Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Ұлы ақын, композитор Жамбыл Жабаевтың жылы аталып өтілді. 30 қыркүйекте Қазақстан ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу шартына қосылды. Осы жылы Алматыдағы республика алаңында Қазақстан тәуелсіздігінің 5 жыл толуына байланысты 16 желтоқсанда тәуелсіздік монументі ашылды. 1997 жылы жалпы ұлттық татулық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына еске алу жылы болды. 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасының астанасын Алматы қаласынан Ақмола қаласына ресми түрде ауыстырылды. 1998 жылы халықтар тұтастығы мен ұлттық тарих жылы болды. Осы жылы 6 шілдеде 21 ғасырға бағытталған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасында мәңгілік достық пен одақтастық туралы декларацияға қол қойылды. 1 маусымда Қазақстан Республикасының қарулы күштері, әуе қорғанысы күштері құрылды.
10 маусымда тұңғыш рет жаңа Астананың ресми тұсаукесері болып Астана күні тойланды. 1999 жылы 10 қаңтарда бүкіл халықтық сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасының президенті лауазымына қайта сайланды. Осы жылы Рим папасы Астанаға келді. Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы болды. Астана қаласы ЮНЕСКО-ның бейбітшілік қаласы сыйлығымен марапатталды. 2000 жылы мәдениет, бейбітшілік және алғыс жылы болды. Осы жылы шежірелі Түркістанға 1500 жыл толды. Қазақстан Республикасының президенттік мәдениеті орталығы құрылды. 26-28 сәуірде Алматы қаласында Евразия 2000 атты халықаралық экономикалық саммитінің өткізілуі болды. 29 маусымда Семей ядролық сынақ полигоны бір жылға жабылды. 1 қыркүйек күні Қазақстан Республикасының тәуелсіз сот жүйесін күшейту жөнінде президент жарлығы қабылданды. 2001 жыл тәуелсіз Қазақстанға 10 жыл толды. Осы жылы Қазақстандағы Ресей жылы болды. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен Астана төрінен Атамекен Қазақстан картасы этнографиялық мемориалдық кешені деп аталатын мәдени орын ашылды. Осы жылы Қазақстан Республикасының ғылым туралы заң қабылданды. Шан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, шан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.